Абайдың бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әйтеуір әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасына келдік. Қашыдық, жалықтық. Қалып жүрген ісіміздің баянсызын һәм байлаусыздығын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайраңмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшыраймын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді одан Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзім көре түге алмайтұғын ұры залым тілемсектердің азығын бағып берем деп, қалған азғана ғұмырымды қорқылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарға да ғылымның сөзін сөйлер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің, ал білмегеніңді кімнен сұрайсың? Елсіз күнсіз де кездемені жайып салып қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқысар адам болмаса, ғылымның өзі де бір тез қартаяды күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңіліңде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған сопылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай харекетке қосайын. Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен келерлік орнын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам, оны да ермек қыла алмадым. Ақыр ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа менің ешбір шаруам жоқ.